Ассалаумағалейкум достар, бүгін HTML-дің негізін және оның құрылымын қарастыратын боламыз. Барлық веб-сайт осыдан басталады. HTML бұл веб-бетін жасауға арналған тіл. Оның негізі үш басты бөлікке бөлінеді. Tag-type HTML бұл біздің құжаттың HTML екенін көрсетеді. HTML бұл біздің беттің негізгі контейнері. Head және body басы мен денесі. Беттегі барлық нәрсе осы екеуінің ішінде орналасады. Код мысалы осындай. Мысалы, мынау қарапайым HTML беті. Title бет атауын көрсетеді, шолғышта көрінеді. H1 басты тақырып, P әріпі қарапайым мәтін. Мұндай кодты кез келген мәтіндік редакторға жазып HTML форматында сақтап браузерде ашуға болады. HTML үйрену оңай. Келесі видеода біз тақырыптар мен мәтіндерге тереңірек тоқталамыз. Егер де видео пайдалы болған болса, каналымызға жазылып, коммент қалдырып, лайк басып кетсеңіздер болады. Арнамыздан алыстамаңыздар.